Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз арифметикалық прогрессия, тізбектің қарапайым құпиясы. Жалпы арифметикалық прогрессия дегеніміз не? Ол әрбір келесі мүшесі алдыңғысына белгілі бір тұрақты сан қосу арқылы алынатын сандар тізбегі. Бұл тізбектің ең маңызды ерекшелігі барлық көршілес мүшелердің арасындағы айырма бірдей болуы. Мысал ретінде 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 тізбегін қарастырайық. Мұнда біз әрбір келесі санға плюс 3 саны қосылып тұрғанын байқаймыз, яғни бұл жерде қосынды айырма d тең 3-ке. Біз бұны қалай анықтаймыз? 5-тен, яғни екінші мүшесінен бірінші мүшесін азайтқан болсақ, 5-тен 2-ні азайтсақ 3, дәл сондай сияқты 8-ден 5 азайтсақ 3, дәл өстіп біз айырманы анықтайды екенбіз. Келесі мысалдар келтіретін болсам 1, 4, 7, 10, 13, бұл жерде көріп тұрғандарыңызды 3 санға артып жатыр. Келесі 10, 8, 6, 4, 2. Бұл жерде бізде прогрессия кеміп жатыр, яғни минус 2-ге. Айырмамыз минус 2-ге тең. Дәл сондай сияқты келесі мысал 5, 5, 5, 5. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай өзгеріс жоқ, яғни бізде айырмамыз 0-ге тең. Негізгі ұғымдар: бірінші мүшесі тізбектің алғашқы саны. Барлық арифметикалық прогрессияның бастау нүктесі болады, оны біз А1 деп белгілейміз. Мысалы 3, 7, 11, 15 тізбегін алатын болсақ, ең бірінші А1 мүшесі бұл 3. Бірінші мүшені дұрыс анықтау барлық келесі есептердің негізі болып табылады. Қосынды айырма, біз бұны d деп белгілейміз. Әрбір келесі мүшеге қосылатын тұрақты сан, бұл арифметикалық прогрессияның жүрегі деуге болады. Келесі n-ші мүше. Тізбектің кез келген n-ші орындағы сан арнайы формула арқылы есептелінеді. Келесі арифметикалық прогрессияның жалпы формуласы, яғни бұл деп отырғанымыз біз есептер шығару барысында n-ші мүшені табу үшін жалпы формуланы қолданамыз. Бұл an тең a1 бірінші мүше қосылған n-1, бұл жерде n деп отырғанымыз n-ші мүше көбейтілген d айырма. Келесі мысал ретінде a бірінші мүше 3-ге тең, d айырма 4-ге тең болса, 10-ші мүшені табайық. A10 тең формула бойынша бірінші мүше 3 қосылған n-1, бұл жерде 10-1 болады, көбейтілген айырма 4. Сонда 3 қосылған 4 көбейтілген 9 тең 3 қосылған 36 тең 39-ға. Тексеретін болсақ, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. Шынында да 10-ші мүшесі 39-ға тең екен. Келесі арифметикалық прогрессияның қосындысы. Біз арифметикалық прогрессияның қосындысын табу үшін екі формуламен шығаратын боламыз. Егер де бізде бірінші мүшесімен айырмасы белгілі болса, Sn тең n бөлінген 2 көбейтілген 2 көбейтілген a1 қосылған n-1 көбейтілген d формуласымен шығарамыз. Ал егер де бізде бірінші және соңғы мүшесі берілген болатын болса, Sn тең n бөлінген 2 көбейтілген a1 қосылған an. Яғни олардың көбейтіндісі. Келесі біз практикум бөлімінде осы бойынша есептер шығаратын боламыз. Енді біз келесіде арифметикалық прогрессияның графигіне назар аударайық. D егер де бізде айырма 0-ден үлкен болса, біздің прогрессиямыз өседі, жоғары бағытталған. Ал егер D тең 0-ге болса, бұл ешқандай да өспейді де, кеммейді де. Келесі, егер d 0-ден кіші болса, кемитін түзу төмен бағытталған. Келесі арифметикалық прогрессияның ерекшеліктері. Арифметикалық прогрессияның мінез құлқы толығымен қосынды айырманың мәніне байланысты. Жаңағыдай айтып өткендей, d-ға байланысты, яғни өседі, кемейді, немесе тұрақты қалыпта қала береді. Жалпы біз күнделікті өмірде жалақы көтерілуі, үнемдеу жоспарлары, кредит төлемдері, дені сау жаттығуларының барлығы арифметикалық прогрессияның мысалдары болып табылады. Банктік есептеулер, жоспарлар және болжау, уақыт басқару, қаржы саласында да, физика және ғылымдар саласында, статистика мен талдауда бізде арифметикалық прогрессия керек болып болады екен. Жалпы қорытындылай келе, негізгі артықшылықтарын айтқым келіп тұр. Бұл жерде қарапайымдылық, яғни формулалары оңай әрі есте сақталады. Барлығымыз есте сақтайық, практикум бөлімінде керек болады. Келесі әмбебаптылық, көптеген салаларда қолдануға болады. Дәлдік,
нақты математикалық негізге сүйенеді, болжамдылық алдыңғы мәндерге есептеуге мүмкіндік береді. Арифметикалық прогрессияны меңгеру математикалық сауаттылықтың маңызды белгісі. Бұл білім сізге өмірдің көптеген салаларында сенімділік пен дәлдік әкеледі.